Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, сіздермен бірге Азамат. Енді бүгін біз өткен апта болған барлық басты ақпараттар жайында сөз қозғайтын боламыз. Азаттың жекпе-жегі, Бағдат Жұбаныштың келесі жекпе-жегі, Асыл Алмабаевтың ақш-қа аттанып оқу-жаттығу жиындарын жалғастыруы, Дамир Исмағұловтың UFC-ден кеткеннен кейін алғашқы жекпе-жегі, Қытай қазағы Али Мұратбекұлының Қытай лигасының чемпионы атанып 1 миллион юань жеңіп алғаны. Осы және тағы да басқа қызыққа толы ақпараттар жайында осы видеомызда сөз қозғайтын боламыз. Ал осы видео басталмас бұрын міндетті түрде лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі қай жауынгер туралы немесе де қандай тақырыпқа видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Және де UFC-ді тегін тікелей эфирде қарау үшін біздің Азамат ММА телеграм арнамызға қосылыңыздар. Тек сол жерде сіз әлемдік және де жергілікті ММА мен бокс туралы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздерді сонда күтетін боламыз. Ал біз бастаймыз. Ең алдымен Азат Мақсұм UFC-дегі екінші жекпе-жегіне қарқынды дайындалуда. Лас-Вегас қаласында орналасқан UFC Apex-те оқу-жаттығу жиындарын өткізіп жатыр. Соған орай Азат Мақсұм қарсыласының нокаутқа түсіремін деген сөздеріне жауап берді. Бұған дейінгі 17 қарсыласым да мені нокаутқа түсіремін деген болатын. Алайда нәтижесін көріп тұрғандай ешкім мені құлата алмады. Оның сөздері мен үшін түкке тұрмайды. 4-ші ақпан күні октагон ішінде мен оның нокаутқа түсіремін деген ойын түбегейлі өзгертемін деген болатын. Осы аптаның соңында Азат Чарльз Джонсонмен кездеседі. Сондықтан батырымызға бұл жекпе-жекте сәттілік тілейміз. UFC демекші Асыл Алмабаев спортқор инстаграм парақшасына берген сұхбатында Азат бауырын қолдап кетті. Чарльз Джонсон қателеспесе Макаевпен төбелескен, бірақ оның нақты қандай селде жекпе-жек өткізетінін білмейді екенмін. Азатқа қолдау көрсетеміз, жанкүйер боламыз. Азат бауырымыздың жеңісін күтеміз. 18-0 рекордымен келуін қазақ елі күтеді деген болатын. Айтпақшы, Азу Зулфиқар Алмабаев 9 наурыз UFC 299 турнирінде өтетін UFC-дегі екінші жекпе-жегінде дайындалу үшін ақш еліне аттанды. Майами қаласында өтетін турнирде Асуға қарсы Сиджей Вергара атты жауынгер шығады. Батырымызға бұл жекпе-жекке жақсы дайындалып, керемет күйде жекпе-жек өткізуін тілейміз. Дамир Исмағұлов ұзаққа созылған үзілістен соң жекпе-жекке қайта оралды. UFC-ден кеткесін Дамирді PFL және ACA сынды лигаларда көргіміз келген еді. Алайда Дамир ресейлік ММА промоушны Наше Деломен келісімшартқа отырды. 2 наурыз күні өтетін Наше Дело промоушнының стадиондық турнирінде жеңіл салмақтағы ACA Гран-приінің чемпионы Эдуард Вартанянмен жекпе-жек өткізеді. Бұл жекпе-жек кикбокс ережесінде өтеді. Екі жауынгерде соққы алмасуды жақсы көретін. Сондықтан бұл жекпе-жек өте қызық болады деген ойдамыз. Алайда біз Дамирді деңгейі жоғары американдық лигаларда көргіміз келген. Сыбыстарға сенсек, Дамирге Беллатор және PFL лигалары қызығушылық танытқан. Бірақ көріп тұрғанымыздай Дамир ресейлік лигаларда жекпе-жек өткізуді таңдап отыр. Дегенмен Дамирге бұл жекпе-жекте жеңіске жетуін тілейміз. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Наше Дело ММА лигасына қосылғаны дұрыс па, немесе де деңгейі жоғары кәсіпқой лигаларда жүргені дұрыс па? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Ал біз жалғастырамыз. Вартанянның контракт жоқ дейсей ме? Ну да. А чему нет? Вот это вообще будет прям. Ну слушай, смотри, Дамира шансов в ACA, кажется, мало. Победить. Ну мен в целом шынымды айтсам ACA-ға қатты көңіл бөлмес едім, бармас едім оның орнында. Зачем? Ты, UFC-ден жаңа ғана кеттің, сенің американский барлық визаң, все, что надо есть, да. Ты можешь... Для Дамира идеальный сценарий, вот, допустим, подраться где-то в Казахстане, 1-2 боя, выйти на победную серию, чуть-чуть заработать денег, для того, чтобы беспроблемно находиться в США с деньгами и там уже что-то предпринимать, правильно? Ну, менің ойым сондай. Ресейге қатты жолаудың қажеті жоқ. На месте Найзы подсуетился, попробовал пообщаться. А на месте октагона еще нет. Октагон, мне кажется, под их политику бой не подходит, да? Немножко. Ну да, согласен. Просто, может, они жасайым десе ақша табады ғой, там дополнительный ресурс, там букмекеров можно отдельно большой бой деп подключить, но в целом ондай жекпе-жек октагонда как-то органично көрінбейді, да? Слишком, не знаю, в моем восприятии. Все захотят, да, пожалуйста, кім жасаса да без разницы, может, мергендей төбелеспейме даже, да? Да. Не суть. Но учитывая последние события, наверное, более Найзада органично көрінетін шығар. И они по бюджету как-то более расслаблены в этом плане. Аямай бери салат. То есть это могут организовать большой бой для бойцов с именем. Да. Тот же самый там Дацик, Абасов и все вот эти вот. Да. Ребята, кто известен в ММА. Да.
Поэтому вот егер помнишь, еще мы в декабре обсуждали, сол кезде Царукян Тарукян қотылғаннан кейін кетеді деді ғой. Оказалось, у меня Да, больше мы еще осталось. тогда обсуждали, что классно было бы, если Дамир после UFC один бой в Казахстане замутил. И не какой-то там мешкозавр приезжий бразилец, да? С рекордом там, не знаю, 14-9. Ну, такой нормальный, локальный, известный такой же пацан. Да, я тебя Где- понял, да. Где условно вот Аббасов, Вартанян, Да. Раисов деген сияқты біреулер. Мгм. Нормальная история. Вот это нужно делать. Қандас бауырымыз Али Мұратбекұлы Қытайлық нөмір 1 лига JCK-дің чемпионы атанды. Али Мұратбекұлы 70 келі салмақтағы JCK Гран-приінің финалында қытайлық Балажинді 5-ші раундда техникалық нокаутпен жеңіп, алтын белбеуімен 1 миллион юанға ие болды. $140,000. Бұған дейін 2021 жылы Құрманжан Төлеубекұлы және де 2022 жылы Әскербай Жеңісбекұлы осы лиганың Гран-приінде чемпиондар атанды. Али енді Road to UFC Гран-приінде жеңіске жетіп, UFC-мен келісімшартқа қол жеткізеді деп сенеміз. Бағдат Жұбанов 24 ақпан күні Алматыда өтетін Найза 57 турнирінде британдық жауынгер Джон Шинкпен жекпе-жек өткізеді. Джон Шинк 2022 жылы ең жеңіл салмақта Найза титулы үшін Қазбек Сағынмен жұдырықтасып, екінші раундта қылғындыру әдісімен жеңілді. Ал Бағдат осы Қазбектен төрешілердің шешімімен жеңілген болатын. Екі жауынгер арасындағы реванш мамыр айында өтуі мүмкін. Бұған дейін бекер отырмайын деп Бағдат Джон Шинкпен жекпе-жек өткізіп жатыр. Осы жекпе-жек жайлы ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесіде қай жауынгер туралы немесе де қандай тақырыпқа видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Және де біздің телеграм арнамызға қосылыңыздар. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.